Батыл қоян және найзағай фестивалі. Бір кездері орманда Кроля есімді кішкентай, бірақ өте батыл қоян өмір сүріпті. Кроля достарының арасында қояндар, тиіндер, тышқандар мен құстар арасында батылдығы мен мейірімділігімен танымал болды. Кроля күнде орманда серуендеп, достарымен ойнағанды ұнататын. Ол әрқашан өзімен бірге кішкентай, жарқын қолшатырды алып жүрді. Ол кез келген ауа райында оның адал серігі болды. Қолшатыр әдемі ғана емес, сонымен қатар Кролдың достарын қорғауға дайындығын білдірді. Бір күні кешке аспан қараңғыланып, орманды қорғасын бұлт басып кеткенде, найзағай мерекесі басталды. Күн күркіреп, найзағай жарқылдап, шелектеп жаңбыр жауды. Жануарлар қорқып, тез жүгіріп, ағаштар мен бұталардың астына тығылады. Олар қорқып, не істерін білмеді. Кроля, дауылға қарамастан, тыныш болды. Ол кішкентай қолшатырын суырып алып, жаңбырда ұстады. Найзағай оны қорқытпады, найзағай оны селт еткізбеді. Кроля оның қолшатыры өзін және достарын қорғай алатынын білді. Кроля достарының бұталардың астына тығылып, қорқып, дірілдеп көшеге шыға алмай жатқанын көрді. Ол оларға көмектесуді шешті. Кроля бұталарға қарай жүгіріп барып, қолшатырын ашып: «Қорықпаңдар, достар. Біз қолшатырымның астында бірге тұра аламыз. Ол бізді жаңбыр мен найзағайдан қорғайды». Кролдың достары оған үмітпен қарап, қолшатырының астына жүгірді. Олар бір-біріне жақындап, қорқыныштары басыла бастағанын сезінді. Кроля оларды батыл мінез, құлқымен және сенімділігімен қолдады. «Міне», деді Кроля, «дауыл мәңгілікке созылмайды. Жаңбыр тоқтаған кезде аспанда кемпір қосақ пайда болады. Бұл бәрі жақсы болатынының белгісі». Кролдың достары оған сене бастады. Көп ұзамай күн күркіреп, найзағай сөніп, жаңбыр басыла бастады. Аспан қайтадан ашылып, оның үстінде кемпір қосақ доғасы пайда болды. Жануарлар қолшатырдың астынан шығып, орманның кемпір қосақ сәулесінің астында қаншалықты әдемі көрінетінін көрді. Олар бұл тамаша көрініске қуанып, тамсанды. «Кроля, рахмет», деді достар. «Сіздің қолшатырыңыз бен батылдығыңызсыз мұны істей алмас едік». Кроля күлімсіреп жауап берді: «Мен көмектесе алатыныма қуаныштымын. Батылдық пен бізді күшті етуге көмектесуге дайын болу. Қиын сәтте бір-бірімізге қолдау көрсетуге әрқашан дайын болуымыз керек». Біраз уақыт өтті. Орман тағы да қуаныш пен күлкіге бөленді. Кроля мен оның достары күнде жиналып, жидектер мен гүлдер теріп, жасырынбақ ойнайтын. Бірақ бір күні орманда ерекше оқиға болды. Ашық шуақты күндердің бірінде орманға шірік атты толқыған құс ұшып келеді. Черек қатты уайымдады. Ол Кролаға достары тұратын алыс елде дауыл болғанын айтты.
Осының кесірінен талай ұялар бұзылып, достары баспанасыз қалды. Құс Кролядан көмек сұрады. Кроле әрекет ету керек екенін бірден түсінді. Ол достарын жинап алып, біз Чирикуге және оның достарына көмектесуіміз керек. Бірге болсақ, кез келген қиындықты жеңеміз. Кроле достарымен алыс елге кетті. Жол ұзақ және қиын болды. Олар ормандарды, өрістерді және тауларды аралады, бірақ Кроле сенімін жоғалтпады. Ол достарына көмектессе, қуаныштарын қайтара алатынын білді. Олар сол жерге жеткенде қираған ұялар мен көңілсіз құстардың көмек күтіп тұрғанын көрді. Кроле қолшатырын алып, достарына жаңа ұялар салып, оларды дауылдан қорғаймыз. Қорықпа, біз сенімен біргеміз. Кролдың достары жұмысқа кірісті. Олар жаңа ұялар салып, ескілерін нығайтуға көмектесті және көп ұзамай барлық құстар қайтадан өздеріне қауіпсіз орын тапты. Барлығы Крол мен оның достарына көмектескені үшін қуанып, алғыстарын білдірді. Жұмыс аяқталған соң, Кроля мен оның достары шаршағанымен қуанып, ормандарына оралды. Олар достарына ғана емес, сонымен бірге әлемді аздап жақсартқанын түсінді. Кроля достарына: батылдық тек қауіп қатерге төтеп бере білу ғана емес. Бұл сондай ақ мұқтаж адамдарға көмектесуге дайын болу. Біз әрқашан басқаларға көмектесуге дайын болуымыз керек. Кролдың достары келісті. Олар әрқашан бір-бірін қолдап, қиын кезде көмектесуге дайын болуға уәде берді. Содан бері Кроля мен оның қолшатыры батылдық пен көмектесуге дайындығының символына айналды. Ормандағылардың бәрі қиындық туындаса, олар әрқашан Кроля мен оның сиқырлы қолшатырына сене алатынын білді. Осылайша, кішкентай қолшатыры бар кішкентай Кроля барлығына нағыз батылдық, қауіп төнген кездегі батылдық және басқаларға көмектесуге дайын болу екенін үйреткен қаһарманға айналды. Оның әңгімесі ауыздан ауызға ауысып, барлық жануарларды батыл, мейірімді және қиын уақытта көмектесуге дайын болуға шабыттандырды. Жаңбыр жауған сайын қоян мен оның қолшатырымен бәрі жақсы болатынын білді. Соң